Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында інжір жемісі туралы айтатын боламыз. Ежелгі дәуірден бері інжір дәрілік қасиеттерімен танымал болған. Ол қазір Таяу Шығыста, Жерорта теңізі аймағында, Кавказда, Орталық Азияда және Қырымда кездеседі. Ресейде, оңтүстік және Европалық бөлігінде өседі. Інжірдің құрамындағы эфир майы қан құрамын жүйелендіріп, оның қоюланып кетуіне жол бермейді. Ыстықты қайтаратын дәріні ішудің қажеті жоқ. Оның орнына күніне бір інжір жеп тұрсаңыз болғаны. Мидың жұмысын жақсартады. Інжірді шығармашылықпен айналысатын жандарға жеген жақсы. Мысалы, суретшілерге, композитор, жазушы, ақын және кәсіпорын иелеріне. Олар толассыз ой үстінде жүргендіктен бұл жемістің миға әсері өте мол. Жоғары температура, ауыз қуысының індеті, бронхының қабынуы, тамақ ауруы кезінде өте пайдалы. Бір ас қасық уақтап туралған інжірге 2 стакан қайнаған су құйып 10 минут баяу отқа қойыңыз. Салқындатып, сүзгіден өткізіп, күніне 4 рет ішіңіз. Інжірдің пайдалы қасиеттері тек жемістермен шектелмейді. 2016 жылы зерттеу інжір жапырағынан алынған сығынды инсулинге сезімталдықты жоғарылататынын және диабетке қарсы басқа қасиеттері бар екенін анықтады. 2003 жылы ғалымдар інжір сығындысы қандағы май қышқылдары мен Е витаминінің деңгейін қалыпқа келтіріп, қант диабетін емдеуге үлес қосады деген қорытындыға келді. Інжір асқазан ішек жолдары үшін өте пайдалы, өйткені бұл іш қатумен күресуге көмектеседі. Онда ас қорыту процесіне қатысатын заттар бар. Еритін талшық ағзаға керемет көмек болып табылады. Себебі қатып қалған нәжісті ылғалдандыруға көмектеседі және іш қатуды болдырмайды. Тоғышек қатерлі ісігінің дамуын болдырмаудың негізгі факторларының бірі ағзаны тамақ қалдықтарынан үнемі шығару болып табылады. Мұндай әсердің алдын алу үшін талшықты жеткілікті мөлшерде қолдану керек. Сондықтан талшықтар көп болатын інжір мұндай аурулардың алдын алады. Інжірде сүйектердің сау болуы үшін көптеген қажетті қоректік заттар бар. Кальций сүйек күші мен денсаулығына қажетті негізгі минерал болып саналғанымен, бұл сүйек өсуіне көмектесетін жалғыз элемент емес екенін ұмытпаған жөн. Басқа көптеген қоспалар да маңызды рөл атқарады. Олардың көпшілігі інжірде болады. Інжір жемісін үнемі тұтыну көздің денсаулығын сақтауға көмектеседі, майдың нашарлауын болдырмайды, түнгі көру қабілетін жақсартады, сонымен қатар катаракта дамуының ықтималдығын азайтады. Інжір жүкті әйелдер үшін өте жақсы жеміс. Жемістер аштықты жеңуге көмектеседі, ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді, сонымен қатар қуат береді. Інжірдің құрамында темір өте көп, сондықтан оны жүктілік кезінде қолданылу ұсынылады. Сонымен қатар жеміс құрамында калий бар. Ол сүйек тіндерінің және жүрек бұлшықетінің денсаулығын қолдайды. Сондықтан да інжірдің қабынуға қарсы қасиеттері бар. Тағы бір құнды қасиет қалыпты қан құрамын сақтау. Інжірді үнемі тұтыну қанның қалыңдатылуына жол бермейді. Сондықтан тромбоз ықтималдығы айтарлықтай төмендейді. Сондай-ақ інжір жүктілік кезінде варикозды тамырларға генетикалық бейімділігі бар әйелдер үшін өте пайдалы. Қымбатты оқырман, бүгінгі кеңесім пайдаңызға жарасын.